Бүгін Жамбыл облысының 85 жылдығына орай Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы ауыл кітапханашылар арасында жыл маманын анықтады. 35 жасқа дейінгі кітапхана қызметкерлері амандасудан бастап жаңа ой, жаңа қадам, жаңа талап, үздік таныстырылым, ізденуден талмаған, үздік шығармашылық ізденіс, үздік виртуалды кітап көрмесі мен шабыт номинациялары бойынша бақ сынады. Мұндай байқаулар кітапхана қызметкерлерін ширата түсері анық. Байқауымыз жаңағы ауыл кітапханашыларының шығармашылығын шыңдау, олардың жаңағы міндетті түрде ауыл жастарымен, ауыл тұрғындарымен қызмет тығыз байланыста қызмет жасау, оларға кітапханалық қызмет көрсету. Бүгін күні біліп отырсыздар, мынау гаджеттің заманы болып отыр. Осы кезде бізде міндетті түрде кітапханаға шақыру, кітап оқу, жастардың арасында кітап оқуға талпыну, шақырту, сол өзекті мәселе болып тұр. Ұйымдастырушылардың көздегені кітапхана қызметкерлерін оқырмандармен жұмыс істеу, оларға өздерінің әдістемелік тәсілдерін жеткізу, оқырманды кітапқа қалай қызықтыру сынды қабілеттерін дамыту, басқа да аймақтардағы әріптестермен тәжірибе алмастыру. Жамбыл облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының Шоқан Уәлиханов атындағы ұйымдастыруымен жыл маманы байқауына келіп отырмын. Бұл байқауға тек жүлдемен ораламыз деген сенімдемін. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Байқау өте керемет деңгейде өтіп жатыр. Жылда дәстүрге айналған бұл байқаудың бір ерекшелігі, бұл жолы